Батыс Қазақстан өңірінің азаматтық қорғау саласында алғаш рет мұндай көлемде заманауи техника табысталғалы жатыр. Құрметті президентіміздің қолдауы, өздеріңіз білетіндей 30 жылдық мерейтойымызға орай мемлекет басшысының қолынан біраз қызметкерлеріміз жоғары марапатқа ие болды. Президенттің айтқан сөзінде де біздің министрлікке оң бағасын беріп, жалпы алған қарқынды төмендетпеуді тапсырды. Бірге жұмыла қызмет жасап, ол қарқынды төмендетпей, тек көбейтеміз деп сенімдімін. Нариман Төреғалиұлы, сізге арнайы алғысымды айтқым келеді. Осы беріліп жатқан техника біздің қызметте тек абырой алып келіп, тек жеңіс сыйлап сіздерге, қызметте әрдайым сіздерге тірек болуын тілеймін.